Сәлеметсіздер ме оқушылар? Текелі қаласының номер 3 орта мектеп, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің алғашқы әскери технология дайындығының мұғалімі Базарбаев Еркебұлан болатын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автоматтан атыс жүргізу, атысқа оңтайлану. Сабақ мақсаты атыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шараларын қатаң сақтай отырып, оқушыларды автоматтан ату алдында атысқа дұрыс оңтайлана білу тәсілдерін үйрету. Атыс тоқтату. Уақытша атыс тоқтату дегеніміз нысананы атып болғаннан кейін нысананы тексеру үшін тоқтатылады. Ал толық атыс тоқтату дегеніміз ол мүлдем атысты толығымен тоқтату. Атыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Атыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік олардың нақты ұйымдастыруы мен атыс алаңында жерде белгіленген тәртіп пен ережелерді білу және оның қатаң сақтау арқылы жоғары тәртіптілінген қамтамасыз етіледі. Атыс жүргізушілермен қатар айналадағы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және сәтсіз жағдайларды болдырмау мақсатында атыс басшысының пәрменінсіз қаруды алуға не оқтауға, оқталған қаруды атыс шебінен шығаруға, атыс басшысының пәрменінсіз оқтаулы қаруды басқа адамдарға беруге немесе қай жерде болсын қалдыруға тыйым салынады. Ату орнын таңдап алу. Ұрыс жағдайда ату орнын командир бұйрығымен таңдалынып жабдықталады. Ату орны ретінде ор, жыра, тас, ағаш арты не өзге қалаулы бойынша таңдалынып алынады. Елді мекенде атыс орны үшін ғимарат, терезелері, шатыр, құрылысы іргетастары таңдалуы мүмкін. Атуға белгіленген орынды иемдену үшін шамамен мынадай пәрменді беріледі. Автоматшы ату орны анау жерде ұрысқа. Автоматшы бұл пәрмен бойынша ату орнына орналасады да атуға оңтайланады. Ату орны атысушы үшін автоматшы анау жерге жүгіріп өт алға деген пәрменмен беріледі. Жүгіріп шапшаңдылықпен адыммен жылжуда және жүгіріп өтуде автомат бір немесе екі қолмен ұсталады. Жер бауырлап жылжығанда автомат оң қолымен жоғарғы антабақтағы баумен немесе ұнтақпен ұсталынады. Ыңғайлы орын таңдап алу. Әрбір автоматшы ату үшін ыңғайлы және ұнтақты орын алып басы, қолы, аяғы мен денесі үшін бірыңғай жағдай жасау қажет. Автоматтан атуға оңтайланудан, атуды жүргізуден және атысты тоқтатуда құралады. Атысқа оңтайлану. Автоматшы атысқа пәрмен бойынша немесе өздігінен дайындалады. Жаттығу сабақтарында атысқа оңтайлану үшін пәрмен бөлек берілуі мүмкін. Атысқа оңтайлану. Атыс жүргізетін жерге орналасу мен автоматты оқтауды қамтиды. Белдіктегі жағдайдағы автомат үшін оң қолды белдіктің бойымен жоғары көтеріп автоматты иықтан алады да оны сол қолмен ағытқыш жақтауы мен оңғы қарауының ұстайды. Бұдан кейін автоматтың оң қолмен оңғы бастырмасынан және оңғы жақ
құндағынан алға қаратып ұстайды. Автоматты кеудедегі жағдайда ұстау үшін сол қолмен құнданың астынан және оңғы бастырмасынан алып, оны біраз алға жоғары қарай көтеріледі де, оның қолды автомат бауының астына шығарады да, содан соң бауды бастан асыра тастайды да, оң қолға автоматты оңғы бастырмасын және құндықтан ұсталмады. Тұрып ату қалпын қабылдау үшін, егер автомат белдіктегі қалпында болса, онда нысана бағытына қатысты оңға жартылай бұрылу керек. Сол аяқты баспай жатып, оны иек деңгейінде жылжытып, автоматшыға ыңғайлы қалыпқа келтіреді де, осы қалыпта денеде салмағын екі аяққа тең түседі. Егер автомат кеудеге қалпында болса, онда автоматтың құндағынан және оңғы бастырмасынан ұстап, біршама көтере отырып, баудан оң қолды босатады да, басынан асыра лақтырады. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.